Ал 83 жасқа келген Назарбаев сіз үшін қазір кім? Қылмыскер. Қазақстан дүниеде ең бай мемлекет. Мынау дәлелденген жер қазба байлықтарымызды адам басына шақсақ, біз дүниеде бірінші орында тұрмыз. Мұны Назарбаев біледі. 90 жылдардың басында жаңадан келгенде, әлі былай айтқанда ниеті бұзылмаған, көппен бірге демократияға ұмтылған Назарбаев айтқан, біз арабтарды озамыз деді. Біз Кувейтті озамыз деді. Иә, мүмкіндік сондай болды, бар. Біз деген қазір Африканың орта деңгейдегі мемлекеттермен келе жатырмыз. Қарапайым бұқараның жағдайы бұрынғы кеңес одағының соңғы жылдары енді тұрмысын алса, халықтың қарапайым бұқараның тұрмысы 4-5 есе нашарлап кетті. 80-ші жылдардың аяғымен салыстырғанда, білдіңіз бе? Бұл қайда кетті? Назарбаев өзі жауап берді. Қай жыл екен осы 2010 жылдары екен, бір көп мәжілісте өңкей басшылар жинап алған, әкімдер бар, аппарат бар, депутаттар бар, жинап алып айтты ғой. Мен де кез келгендеріңді тура қазір қолдарың кісен салып, абақтыға барып отырғызға дәлелім бар деді. Ана көздерімен демек, ол әдейі қылмыскерлерді жинады жанына.